Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жер бетін бейнелеу тәсілдері деп аталады. Яғни сабақтың тақырыбын түсінген шығармыз, балалар. Оқулықтағы сол бетті ашып дайындалып отырайық. Бүгінгі оқуымыздың мақсаты, сабақтың оқу мақсаттары шартты белгілерді жіктей отырып, географиялық карталарды оқу деп аталады. Оқушылар, бүгінгі сабақта тапсырмалар біраз болады. Сондықтан қалам, оқулығымызды және дәптерімізді міндетті түрде үстелдің үстіне қойып дайындап қояйық. Себебі біз бүгін сабағымызда өте қызықты деректерді және де сұрақтарға жауап беретін боламыз. Түрлі тапсырмаларды орындаймыз. Алдыңғы сабақта оқушылар, мен сіздерге үй жұмысын берген болатынмын. Орындады деген ойдамын. Келесі сабақта шешуін тексеретін боламыз. Географиялық карта және оның бөліктері, құрлықтар мен мұхиттар, олардың географиялық жағдайлары, табиғат байлықтары, халқы, экономикасы, мәдени мен тарихи дамуы туралы жаңа деректерді алуда аса бағалы құрал болып табылады. Географиялық карталарды құрастыру кезінде қойылатын басты талап географиялық ортаны ғылыми негізінде дұрыс бейнелеу болып табылады. Осы аталған географиялық орта картаның мазмұнын анықтайды. Яғни бұл суретте карта беріліп тұр, балалар. Сол картаға қарай отырып, мынау жаңа деректі өзіміз тағы да бір рет оқып алайық. Картаны зерттеп, әр жерде әр не орналасқан міндетті түрде оқып, дәптерімізге конспектлеп жазып алайық, балалар. Бірінші сіздер оқып алыңыздар, мен сіздерді міндетті түрде күте тұрамын, балалар. Балалар, оқып болсақ, келесі жергілікті жердің топографиялық планы. Бұл шартты белгілер көмегімен жер бетінің бір кішкентай бөлігінің жазықтағы кішірейтілген кескіні, жер бетіндегі кескін түрлері. Суретте көріп тұрғанда бізде 5 сурет беріліп тұр, олардың барлығын біріктіріп айтқан кезде жер бетіндегі кескін түрлері деп атайды екенбіз, балалар. Келесі жергілікті жер планы, яғни біріншісі жергілікті жер планы. Екіншісі географиялық карта. Үшіншісі азрофото түсірілімдер. Және де төртіншісі ғарыштық түсірілім. Ал ең соңғысы ол бізде глобустың бейнесін көріп тұрмыз, балалар. Яғни бұл нелер неге беріп тұр? Себебі бізге есте сақтау үшін, білу үшін, сондықтан оқушылар міндетті түрде өзіңізді оқып алыңыздар. Келесі географиялық карта түрлері. Яғни бұл төртке бөлінеді екен. Яғни географиялық карта түрлері төртке бөлінеді екен. Біріншісі алып жатқан аумағы бойынша, яғни аумақты алып жатқан жер. Екіншісі қолданылуы бойынша, яғни біз оны қалай қолданамыз бойынша. Үшіншісі мазмұны бойынша, яғни мазмұны бойынша, ол кәдімгі біз түсініп жатқан қазіргі мазмұны бойынша. Ал масштаб бойынша кәдімгідей біз еліміздің масштабын өлшейтін боламыз. Яғни масштаб солай деп аталады, балалар. Масштабты жалпы масштаб деген не екенін білеміз бе, балалар? Балалар, осы төрт сұрақ емес, енді масштаб не екенін қазір біз білетін боламыз. Келесі географиялық карталар әртүрлі аумақтарда бейнеленеді. Алып жатқан аумағына қарай карталар 3 түрге бөлінеді дейді. Олар дүниежүзілік, материктік және жеке елдер картасы. Суретте көріп тұрғанымызда, яғни ол 3-ке бөлінеді екен. Яғни 3 түрлі картаға болып 3-ке бөлінеді екен. Біріншісі өзіміз көріп тұрғанда дүниежүзі картасы, яғни барлығымыз тұратын жер. Барлығы ағылшын, яғни орыстар және де өзбектер, қырғыздар барлығы тұратын жер, ол бізде дүниежүзі картасы деп аталады екен. Ал екінші материктер картасы. Ол материктер, ол қай жерде орналасқан анық көрсетеді. Соны біз материктер картасы деп айтпаймыз. Ал үшіншісі елдер картасы. Яғни өзіміздің Қазақстанымыздың картасы.
яғни өзіміздің Қазақстанымыздың бейнесі беріп тұрған, ол біздің кәдімгі Қазақстанымыздың елдер картасы. Мінекей, осы 3 суретті міндетті түрде дәптерімізге салып алсақ болады. Келесі, қолданылуына қарай. Жаңа айтып өткендей, біз қолданылуына қарай, яғни біріншісі ғылыми анықтамалыққа қолданылуға қарай. Яғни біріншісі ол қолдануға қалай, ол ғылыми анықтамалық. Екіншісі навигациялық. Навигациялық деген не екенін білеміз бе, балалар? Не екен? Міндетті түрде оны оқулықтарыңыздың бір бетінде бар, соны міндетті түрде оқып дәптерімізге көшіріп алайық енді. Үшіншісі туристік. Яғни туристік, кәдімгі біздің турист. Яғни төртіншісі ол бізде оқу деп аталады екен. Бұл кестені сіз болсаңыздар болады, өте керек болады. Келесі, бірінші тапсырма. Ойланып көрейік, балалар. Географиялық карта дегеніміз не екен? Біз жаңа оны айтып өткен болатынбыз, және де алдағы уақытта да, яғни бүгінгі сабақта да айтып өтетін боламыз. Ал оқушылар, бірінші сұраққа жауап береміз. Бірінші сұраққа жауап беріп болсаңыздар, екінші сұрақ, яғни бұл жазбаша тапсырма болсын, яғни бірінші тапсырма. Екінші сұрақ, географиялық карталарды қандай мақсатта қолдануы мүмкін? Яғни географиялық картаны қандай уақыттарда, қандай мақсатта қолдануы мүмкін? Осы екі сұраққа міндетті түрде жақсы жауап берейік, балалар. Және де көптеп қылып, оның кітапта бетінде жазылып тұр. Мінекей, бірінші тапсырма жақсы орындалды деп айтамын. Келесі, жалпы географиялық карталар және тақырыптық карталар. Яғни ол екіге бөлінеді. Яғни жалпы географиялық карта және де тақырыптық карта деп екіге бөлінеді. Жалпы карта ол мұнда жергілікті жердің негізгі элементтері, мысалы жер бедері, өзен, көлдер, ең басты елді мекендер, шекаралар, жолдар, саяси әкімшілік бөлінуі көрсетіледі. Бұл карталар қамтитын аумағы үлкен болғандықтан, ұсақ масштабта жасалады және өте көп жерде қолданылады. Яғни бірінші жалпы географиялық картада бізде яғни кәдімгі мекендер, шекаралар және тағы басқалары тұрады екен. Ал екінші тақырыптық карталар, яғни бұл жерде мұнда керісінше табиғаттың, шаруашылық салаларының тұрған халықтың бір немесе екі компоненттері бейнеленеді. Мысалы, климат картасы, жер бедері, жер картасы, бедері картасы, топырақ картасы. Түсіндік деген ойдамын, балалар. Келесі, ал жер бетін қағазға кішірейтіп түсірудегі сандық қатынасын масштаб деп аталады. Жер бетіндегі бар нәрселерді қағазға немесе карта бетіне түсіру үшін масштаб қолданылады. Масштаб дегеніміз, жаңа айтып өткендей, масштабты алда уақытта да түсіндіреміз дедік қой. Кішірейтілген сандық көрсеткіш, яғни картографиялық бейнелеу кезінде картаның 1 сантиметріне келетін жергілікті жердің қанша есе кішірейтін білдіреді. Яғни бұл жерде 1/10 000 деп тұр, балалар. 100 000 деп тұр. 1 сантиметріміз 10 километр екен. Осы кестені дәптерімізге міндетті түрде конспектлеп, яғни масштаб не екенін біліп отырасыздар келесі уақытта. Сіздерді көшіріп алды және оқып алды деген ойдамын. Келесісі бізде шартты белгілердің суреті немесе түсі белгіленетін заттардың ерекшелігін көрсетеді. Яғни, оқушылар, мынау суретте не көріп тұрмыз? Айтып беріңіздерші, не көріп тұрмыз бұл шетте? Таныдық па, балалар, бұл не екен? Мысалы, жеке дара ағаштың жол көрсеткіштің белгілерінде олардың нақты кескіні көрсетіледі. Оған дәлел ретінде айтатын болсақ, су айдындары көгілдір, орман жасыл түспен көрсетіледі. Яғни, орман, айдындар олар көгілдір түспен. Ал
су айдындары ол бізде көгілдір түспен бейнелейді екен, ал орман жасыл түспен бейнелейді екен. Яғни өте керемет болады екен, иә балалар. Жалпы сурет түсіндік деген ойдамын. Міндетті түрде мына суретке мұқият қарап, мұқият оқып алайық. Қарадық па балалар? Ендеше келесі. Тақырыптың карталарды кескіндеуде сапалық фон, изосызықтар, қорғалыс белгілері, ареал және тағы басқалар тәсілдер қолданылады. Қозғалыс белгілері құбылыстың сандық және сапалық құрамын бейнелеу үшін қолданылады. Сапалық фон ауданда жаппай таралған сапалық сипаттамасы бар құбылыстарда беріледі. Мысалы, ауыл шаруашылық ауданына сызықтық шартты белгі, жол, өзен жол, жағалау, шекараларды бейнелеу үшін қолданылады. Оқушылар, мынау суреттегі сапалық фонды не екенін түсіндік, иә? Мынау суретте қарап отырсақ, масштабтың қалай берілетіні және де бұл жерде жануарлар тұрғанын көре аламыз. Қара түспен беріліп тұрғандар, олардың барлығы жануарлар. Яғни бұл жерде бізде түрлі жануарлар тұр, иә? Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырмаға келетін болсақ, бұл жерде бізде 4 тапсырма беріліп тұр. 4 сұрақ беріліп тұр. 4 сұраққа өте керемет жауап беретін деген ойдамын. Бірінші сұрақ географиялық карта. Оның маңызы қандай деп ойлайсыздар? Екінші сұрақ географиялық картаның қандай түрлерін білесіздер? Үшінші, шартты белгілер көмегімен шарттың географиялық нысандарды көрсетуге болады. Төртінші сұрақ, шартты белгілердің қандай түрлері бар, қалай қолдануға болады? Яғни бұл төртінші сұрақ. Бұл сіздерге бір жағынан бүгінгі сабақтың қорытындысы сұрақтары. Екінші жақтан үй тапсырмасы. Егер де қазір орында үлгере алмасақ, видеоны артқа қарай ауыстырып, қайтадан көріп, және де қайтадан түсініп, конспектлеп жазып алып, барлығын көшіріп алып, тағы да мына видеороликті басынан көріп, түсініп, егер де түсінбесеңіздер, басынан көріп, түсініп алайық. Бүгін тақырыбымыз өте қызықты болды, иә? Соған орай мен қорытынды дайындадым. Шартты белгілердің айырмашылығы. Пландағы шартты белгілер бойынша көптеген заттардың нақты мөлшерін анықтауға болады. Картада ондай мүмкіндік аз. Картаның өндіріс пен шаруашылықта, ғылым мен ел қорғанысында маңызы зор. Сонымен бірге іздестіру жүргізуде, жоспарлауда, әртүрлі құрылыс нысандарын жобалауда кеңінен қолданылады. Сонымен қатар біз оны зерттеу жұмыстарында бағдар немесе танымдық мақсатта климат пен ауа райы анықтау кезінде, болжам жасауда және пайдалы қазбаларды өндіру кезінде де қолданылады. Яғни оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам болды, яғни аяқталды. Бүгінгі сабақтың қорытындысы өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болды, иә? Сіздермен болған мен, Есімхан Арайлым. Сау болыңыз.